Сәлем достар, мен сіздерге алманың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көріп біздің жауап табу ойынымызға қатыса аласыз. Ендеше кеттік. Қызыл алма, көк алма, сары алма. Алманың қай түрі болмасын адам ағзасына тигізер пайдасы орасан. Алманы баршамыз жақсы көреміз. Ал алмадан дайындалған тәтті бәліштерді сүйсіне жейтініміз жасырын емес. Дәл осы алма қайнатпаларында, шырындарды да күнделікті ас мәзірінде пайдаланамыз. Алайда осы жеміс жайында не білеміз? Иә, көп біле бермейтініміз бар. Сондықтан сіздерге алма жайында толығырақ айтып беруді жөн көрдім. Жер шарында бұл алмалардың 36 түрі белгілі. Алайда тек 10-нан астамының ғана шаруашылық маңызы бар. Негізінен алманың отаны Орталық Азия. Уақыт өте келе алманың түр-түрі осы жерден Египетке және Палестинаға жеткізіле бастаған. Кейінірек ежелгі Грекия жерінде, Римде, Еуропада да алма пайда бола бастаған екен. Алманың өмір сүру ұзақтығы 20-100 жыл аралығында болса, алма ағашының биіктігі 3 метрден 10 метрге дейін жетеді. Алма ағашы әдетте 3 жылдан 12 жыл ішінде жеміс бере бастайды. Енді пайдасына келетін болсақ, алманың құрамында микро және макро элементтерге өте бай келеді. Мысалы, алмадағы темір қан айналым жүйесіне өте қажет. Сондай-ақ онда жасұлықтың өте көп бөлігі бар. Алма бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бет терісінің түсін жақсартып, жас әрі күтімді етіп көрсетеді. Холестерин мөлшерін азайтып, іш қатудың алдын алады. Диареяны емдеп, иммундық жүйені нығайтады. Алманы қабығымен қоса жеген дұрыс. Қабықтың құрамында ас қорытуды жақсартатын пайдалы элементтер бар. Сіздерге қызық деректерді айта кетейін. Бүгінгі таңда будандастыру мен жаңа технологияны пайдалана отырып, әлемде алманың 7500 түрі өсірілді. Олардың ең басты өндірушілері ақш және Қытай. Ең ұзақ өмір сүріп жатқан алма ағашы Америкада. Ол ағаш 1647 жылы отырғызылған. Бір алмада 70-100 калорий болады. Дәстүрлі медицинаға сәйкес, қызыл алмалар жүрек және қан тамырларын, жасыл тіс және оның еттерін, ал сары иммунитетті көтереді. Алманың кесілген жері тез қарайып кетсе, демек бұл жақсы жеміс. Ежелгі Грекияда алманың ағашын Аполлон құдайымен байланыстырған. Сондықтан оның ағылшынша атауы Apple. Археологиялық мәліметтер бойынша алғашқы алманың ағашын 8500 жыл бұрын отырғызған. Алдыңыздағы тізімді көріп, ешқандай нашар қырын байқамағаныңызды айтарсыз. Асықпаңыз, енді мен сіздерге алманың зиянды жағын айтатын боламын. Диетологтар алманың құрамындағы жасұлықтың көп болуы колит, тоқшектің талаурап, қабынып ауруының пайда болуына әкеліп соқтыруы және асқазан ішек жолдарының жұмысына зиян тигізуі әбден мүмкін екендігін айтады. Екіншіден, құрамындағы жеміс қышқылының шамадан тыс көптігі асқазандағы жараны ұлғайтып жіберу қаупі бар. Үшіншіден, алманың қышқылы тістің эмалына қатты әсер етеді, яғни оны жұқартып, тісті сезімтал етіп шығарады. Алма жапырағынан демделген шайды көп ішпегеніңіз абзал, мұның қант диабеті ауруына шалдықтыратындығы дәлелденген. Алма жеп арықтауға бола ма? Алма ең жақсы диеталық жеміс. Бір алмада 87-ге жуық калория бар. Дәрігерлер алманы күнделікті ас мәзірге қосу туралы кеңес береді. Тәттіні жақсы көрушілерге арналған алма диеталары бірінші нұсқа. 2 күн бойы бір келі алмадан дайындалған пюре жеңіз. Алманы үккіштен өткізіп аздап бал қосамыз. Содан соң газдалмаған немесе минералды су, аса тәтті емес шырындар ішуге болады. Екінші нұсқа. 2 күн бойы 1,5 келіден кем емес алманы жеу қажет, әр күн сайын. Ал ұйықтар алдында пеште пісірілген алма мен бал пісірмесін жеңіз. Егер сіз алма жеп арықтауға дайындалып жүрген болсаңыз, мен сізге алдымен дәрігер, диетологпен кеңесіп көруіңізді сұраймын. Есте сақтаңыз, алма диетасын ішек жолдарында сырқаты жоқ адамдар ғана ұстана алады. Осымен алма туралы азда болса маңызды ақпарат алды деген ойдамын. Енді видео соңында менің мына бір сұрағыма жауап жаза кетіңізші. Алматы қаласында ең көп қандай алма түрлері өседі? Жауабын комментке жаза кетіңіз.
Видеоны соңына дейін көргеніңізге алғысымды білдіремін. Мені жоғалтып алмау үшін каналға тіркеліп қойыңыз. Жаңа шыққан видеоларды бірінші болып көріп отырасыз. Келесі видеода кездескенше.